Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Өткен 2021 жылы 18 қыркүйек күні Жанболат Мамай бастаған Демократиялық партия Абай ескерткішінің алдында Қазақстанда атом электр станциясының салынуына қарсылық ретінде митинг өткіздік. Ал бүгінгі тақырыбымыз сол атом электр станциясының Қазақстанда салынуына қатысты болмақ. Жалпы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке дара билігі кезінде, одан беріде Назарбаев Тоқаевтың қос билігі тұсында да осы билік өте қу болатын, өте айлакер болатын. Халықтың наразылығына бәрібір көңіл аударатын. Осылайша сондай бір түйткілді мәселелерде кейінге қалдырып, әртүрлі айла әрекеттерге баратын. Жерді сатуды немесе жалға беруге байланысты, атом электр станциясына байланысты кез келген мәселеде олар түрлі құлықтарға баратын. Сөйтіп, мораторий жариялайтын, кейінге қалдыратын, солай ұзынарқан кең тұсау қылатын. Ал енді қазір қарап отырмыз, мынау қаңтар қырғынынан кейін, Тоқаев жеке дара билікті қолына алғаннан кейін, ол құлықтың ешқандай да елесі жоқ. Керісінше, өзін білермендікке салып, кәдімгідей белден басуға көшкен. Оны осы соңғы 3-4 айда біз байқап отырмыз. Жанболат Мамайды қамауына байланысты, Жанболат Мамайды қамап қойып, оның кәрі әкесіне қатысты түрлі арандату жасағанын, әйеліне бірнеше рет айыппұл салып, біресе собормен, біресе полиция қызметкерлерімен бірнеше рет қамауға алғанын, одан кейін Демократиялық партияны қуғындауға ұшыратқанын, қазір қуғындап отырғанын көріп отырмыз. Айтайын дегеніміз ол емес, айтайын дегеніміз Тоқаевтың қазір белден басып отырғандығы. Атом электр станциясына қатысты бізде соңғы бірнеше жылда үлкен дау болып келе жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын Ресейде Қазақстанның президенті Тоқаев Ресейдің президенті Владимир Путинмен кездесті. Сол кезде Владимир Путин Қазақстанда атом электр станциясы салу туралы мәселе көтерген. Ол кезде іле-шала Қазақстанда үлкен дүрбелең болып, түрлі наразылықтар болды. Ал осыдан кейін сол наразылықтарға сәйкес Қасым-Жомарт Тоқаев былай деп мәлімдеді: егер менің халқым келіспейтін болса, мен атом электр станциясын салмаймын деп. Содан кейін халықтың аптығы басылды, шу басылды. Бірақ енді қазір көріп отырмыз, осы аптаның басында Тоқаев Қазақстанда атом электр станциясы салынады деп, және ол Балқаш көлінің іргесіндегі үлкен деген ауылға салынатын болды деп кесіп айтты. Бұл соңғы сөзі. Ал енді айтарымыз, мынау жалпы осы атом электр станциясы Қазақстанға керек пе? Әрине, біз бұдан қашып құтыла алмаймыз. Қалай десек те, атом электр станциясы түбінде біздің келетін жоба. Ол атом электр станциясы салынады. Бірақ қазіргі уақытта бірнеше сұрақ бар. Біріншіден, осы жемқор жүйе тұрған кезде атом электр станциясын салуға бола ма? Және екінші сұрақ, оны кім, қай мемлекет салады? Өздеріңіз білесіздер, қазір Қазақстан билігі Ресейге салдыруы әбден мүмкін. Қазіргі іс-әрекеттеріне қарасақ, ресейлік Росатом компаниясына салыну мүмкін. Бірақ бұған Қазақстан халқы қарсы. Өйткені Ресейге, ресейліктерге, Ресей билігіне сенім жоқ. Және іргелес жатқан Ресейдің империялық пиғылын білеміз, Ресей билігінің, қазіргі билігінің. Сондықтан бұл бодандыққа апаратын жол, біріншіден. Екіншіден, оның техникалық апатқа қаншалықты кепілдеме береді. Осы мәселенде қарау керек. Ал бәріміз білеміз, мынау Франция деген мемлекет осы атом электр станциясы салу бойынша қауіпсіздік деңгейі өте жоғары мемлекет. Сол елдегі Алиба компаниясымен бізде ортақ бір әріптестік қарым-қатынас бар Қазақстан билігінің. Демек, Францияға салдыруға болады. Өйткені Франция қауіпсіздік деңгейі өте жоғары. Және айтарымыз, мынау қауіпсіздікке өте мән беру керек. Өйткені бізге егер атом электр станциясын салса, оны біздің жемқор билік қалай салады? Бізде тіпті жол, қала аралық жол, қала ішіндегі жолдың өзін салған кезде жымқырып қалады. Яғни біздің сорымыз жемқорлық. Ал ертең атом электр станциясын салса, оның арматурасынан, бетоннан ұрламайтынына кім кепілдік береді? Бізде өйткені бұл адами фактор ғой. Өйткені адамдар араласады, және оның соңы зардап қалып келуі мүмкін. Бұл техногендік фактор болмауы мүмкін. Сол себеп біздің айтарымыз.
Мысалы үшін бізде мынау Францияға салдырсақ, оны қадағалауға болады. Ал Ресейге салып, оны ертең Ресей өздері салады, және өздері салғаннан кейін оны өздері бақылайды. Және бақылайдан өздері сол жерде жұмыс істейтін болады. Бұл деген үлкен қауіп. Бұл тәуелсіздікке төнген қауіп. Ал енді тағы бір айтатынымыз, Балқаш көлінің маңайында салынған кезде, ол үлкен ауылында егер 7-8 балдық жер сілкінісі болса, соған төтеп бере ала ма? Бәріңіз білесіздер, бірнеше кеңес үкіметінің тұсында Чернобыльда, мысалы үшін, апат орын алды. Және берде 2011 жылы мынау технологиясы дамыған Жапонияның өзінде Фукусима деген жерде апат орын алды. Яғни ол цунамиға төтеп бере алмады. Ал бізде жер сілкінісі болса, соған төтеп бере ала ма? Оған кепілдік бола ма? Мысалы үшін білесіздер, мынау Америка Құрама Штаттарында АЭС-тер бар, атом электростанциялары. Ол жерде оның үстіне ең ауыр ұшақтар құласа да, сол АЭС-ке ешқандай да зардап болмайды. Сондай бір қауіпсіз деңгейде салынған. Ал енді ертең бізде Балқашқа, үлкен ауылына салынатын жерде сондай қауіпсіздік шаралары бола ма? Егер Фукусимадағыдай апат бола қалса, оны біздің билік көшіруге, халықты тез арада көшіріп жіберуге, басқа қауіпсіз жерге ауыстыруға қауқарлы ма? Мысалы үшін, Жапонияның билігі ол мықты билік. Сондай, сол себепті 2011 жылы апат болған кезде Фукусимада олар 100 000 адамды тез арада қауіпсіз жерге көшіріп, ешкім зардап шеккен жоқ. Ал бізде өздеріңіз білесіздер, Арыста 2 рет жарылыс болды, өткен жылы Таразда жарылыс болды. Сол кезде қалай зардап шеккенін, халықтың босып кеткенін, биліктің қауқарсыз екенін көрдік. Яғни қару-жарақ қоймаларын жарып алып отырған билік ертең атом электростанцияларын жақсы қадағалай ала ма? Оны қауіпсіз деңгейде ұстай ала ма? Осы мәселе. Сондықтан атом электростанциясы ол салу өте бір нәзік тақырып, сондай бір пікірталасқа толы тақырып. Сондықтан оны белден басып, бұлай шешім қабылдауға болмайды. Оған қарсылық танытуымыз керек. Өйткені атом электростанциясы деген ол бір рет салынғаннан кейін, оны біз еден кейін бұл керек емес деп, оны тастап кетуге, жауып кетуге болмайды. Ол осы ақыр заман болғанға дейін өмір бойы істеп тұру керек. Оны тоқтатуға болмайды бір сәтке. Сондықтан және атом электростанциясында қалдықтар болады. Дүние жүзінде әлі күнге дейін сол радиациялық қалдықтарды өңдеп, соны залалсыздандыратын әлі технология табылған жоқ. Мықты мемлекеттер бар, бірақ ешкім тапқан жоқ. Швецияда мысалы үшін оны жерде 500 000 тереңдікте көмеді. Ал бізде қалай болады? Қай жерге көмеді? Оны біреулер Өскеменге апарып көму керек деп, бір жерге сақтау керек деп жатыр. Ол мәселе шешілген жоқ. Сондықтан 2035 жылы Қазақстанда іске қосылады деген атом электростанциясына әлі ерте бізге салуға. Өйткені бізде ондай электр көзіне тапшылық деген жоқ. Керісінше бізде қазір су тапшылығы байқалып отыр. Сондықтан ертең ол Балқаш көлі, мынау Арал теңізінің кебін кимей ме? Ол жерде ертең сондай қиын жағдай орнамай ма? Осыны қарау керек. Сондықтан бүгінгі билікке айтарымыз, белден басуды қою керек. Мынау атом электростанциясына тіреліп тұрған ештеңеміз жоқ дәл қазіргі уақытта. Түбінде әрине келеміз, бірақ ол кезде биліктің басында мемлекетшіл азаматтар тұрған кезде, өркениетті қоғам орнаған кезде, жемқорлық желкесі қиылған кезде атом электростанциясын салуға болады. Бірақ бүгінгі билік тұрған кезде салуға болмайды. Және Ресейге салдыруға болмайды. Ресей билігінің, Владимир Путин бастаған Ресей билігінің бізге деген көзқарасының, айналасындағы елдерге деген империялық сондай бір көзқарасын пиғылын біз білеміз. Сондықтан бұл қазіргі уақытта Ресейге, Қазақстанның жеріне атом электростанциясын салуға мүмкіндік беру, келешек болашақ ұрпақты бодандыққа жегіп беру деген сөз. Сондықтан біздің айтарымыз, атом электростанциясына біз қарсымыз. Әлі ерте, түбінде келеміз, бірақ қазіргі жағдайда емес. Сондықтан ардақты ағайын, біз елдегі кез келген осындай түйткілді мәселеде өз наразылығымызды білдіреміз. Жанболат Мамай бостандықта жүрген кезде білдірді. Алда уақытта да біз білдіретін боламыз, алаңдарға шығатын боламыз. Ең бастысы біз өзіміздің жетекшіміз, оппозициялық саясаткер Жанболат Мамайдың бостандығы үшін күресеміз. Егер Тоқаев жақсы атпен тарихта қалатын болса, ол бос ұлттық құрылтайды өткізіп, ұлытауға ат сабылтып көшпей, ол нақты саяси реформа жасау керек. Және атом электростанциясын салуға қысым болып жатса сыртқы елдерден, Ресейдің билігінен, онда ол елдің өзіне жүгіну керек. Өйткені кешегіде 56 сұрақты қойып референдум өткізіп жібермей, референдумды өткізіп басты қатырып, ескі конституцияны жұлмаламай, жаңа конституцияның жобасын өзі парламентте жаңа партияларды кіргізіп сол жерде қабылдату керек еді да, референдумды басқа үш мәселемен. Мысалы үшін,
Еуразиялық экономикалық одақтан шығуға келісесіз бе, қарсысыз ба? Немесе ОДКБ-ға қала беруге келісесіз бе, әлде қарсысыз ба, шығамыз ба? Немесе елімізде атом электр станциясын салуға келісесіз бе, қарсысыз ба деп, осы 3 сұрақпен референдум жасауға болатын еді. Егер бүгінгі билік халықтың пікірін білгісі келсе, сөйтіп әділетті түрде өткізіп, соған сәйкес әрекет жасау керек еді. Ал кешегі референдум ол көз бояушылық. Сондықтан, ардақты ағайын, біз күресімізді жалғастырамыз, сауатты, әділетті, бейбіт күресімізді ары қарай жалғастыратын боламыз. Сіз өз кезегіңізде арнамызға жазылып, пікір жазып, таратыңыз, шындық әрбір азаматқа жетсін. Назарларыңызда болған абзал достар, келесіде жүздескенше.